Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде жас қойдың сан етін бұзбастан бүтін күйінде әрі дәмді әрі жұмсақ етіп духовкада қалай пісіруге болатынын көрсететін боламын. Егер де қонақтарыңызға осындай әдемі әрі жұмсақ ет ұсынғыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында баса кетіңіздер. Өздеріңіз көріп отқандай, етіміздің толық піскені сонша сүйегінен тіпті сылынып кеткен. Етіміз әрі дәмді, әрі осындай қып-қызыл болып пісіп шықты. Алдымен сан етімізді жақсылап жуып алғаннан кейін суын сорғытып құрғатып аламыз. Осыдан кейін етімізге жабысқан шандыр, сіңір жерлерін осылай пышақпен сылып алып тастаймыз. Етімізді тазалап, дайындап қойдық. Енді етімізге жағатын маринатымызды дайындап аламыз. Алдыменен құрғақ күйінде етке арналған дәмдеуішімізді езіп алып, ыдысымызға саламыз. Үстіне біраз қасық ас тұзын саламыз. Бір шай қасық для барбекю дәмдеуішін саламыз. Біраз қасық кептірілген ұнтақ күйіндегі сарымсақ саламыз. Бір шай қасық хмели сонели дәмдеуішін саламыз. Бір шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық қызыл бұрыш саламыз. Бір шай қасық горчица саламыз. Горчица менде зернистая түрі. Сіздер үйде қандайы бар, сондайын сала беріңіздер. Осының үстіне біраз қасық бал саламыз. 2 ас қасық оливка майын құйып, маринатымызды жақсылап араластырамыз. Маринатымызды араластырып алғаннан кейін дәмін көреміз. Егер де тұз бұрыш кем болса, жеткізіп салып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырып, санымыздың екі жағына бірдей етіп, қолымызбен жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат тұрған санымызды енді духовкаға салуға дайындаймыз. Өзінен бөлінетін сөлі далаға ағып кетпес үшін алдыменен пергамент қағазына санымызды орап аламыз. Осыдан кейін фольгаға ораймыз. Фольгаға орап, қызып тұрған духовкамызға санымызды 2,5 сағатқа қойып қоямыз. Етімізді духовкаға салып қойдық. Енді гарнирін дайындаймыз. Гарнирге мен картоп дайындаймын. Картопымыздың қабығынан аршып, 4-ке бөліп тастадым. Ыдысымызға су құйып, 1 шай қасық тұз салып, біраз қасық сұйық май қойып, ыдысымызды отқа қоямыз. Картопымызды тек қана толық пісірмей, шала пісіріп аламыз. Шала піскен картопымызды сүзіп алып, құрғатып, үстіне өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштен саласыздар. Мен прованс шөбі араласқан тұз салдым. Және 1 шай қасық паприка салып, жақсылап араластырып, картопымызды тапада не болмаса духовкада пісіріп аламыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Етіміздің пісуіне 20 минуттай қалған кезде бетіндегі фольгасын алып тастап, етімізді қызартып алдық. Кез келген
мерекелік дастархандарыңызға және қонақ шақырғанда ұялмай ұсынылатын әдемі тамақ. Етімізде әрі әдемі, әрі жұмсақ, өте дәмді болып шыққан. Қарап отырсаңыздар, мінекей өте жұмсақ болып шыққан. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.